Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біз сабақты бастаймыз. Бүгінгі тақырыбымыз макроэволюция. Дәптерлерімізді ашамыз. Бүгінгі күнді жазамыз. Так. Сендер анау сабақтарда өттіңдер. Эволюция дегеніміз не? Ол эволюция ол латын тілінен аударғанда өрлеу, өзгеру деген мағынаны білдіреді. Эволюция дегеніміз өте күрделі және ұзақ процесс, миллион жылдарға дейін созылады. Эволюция нәтижесінде жаңа түрлер түзіледі. Эволюция екі бағытқа бөлінеді: микроэволюция және макроэволюция. Микроэволюция дегеніміз ол жаңа түрлер түзілу процестері. Түр түзілу процесі екі жолмен жүреді: ол географиялық түр түзілу және экологиялық түр түзілу. Ал бүгінгі сабақтың тақырыбымыз макроэволюция. Макроэволюция дегеніміз ол түрден жоғары таксономиялық бөлшектер түзілу, ол туыс, тұқымдас, отряд, класс типтің түзілуі. Макроэволюция екі жолмен жүреді: ол биологиялық прогресс және биологиялық регресс. Осыны жазып алуға болады. Келесі, макроэволюция деген терминді Филипченко енгізген алғаш рет биология ғылымына. Макроэволюция дегеніміз ол түрден, жаңа мен айтқандай, жоғары топтар түзілу процесі. Осыны жазып алыңдар. Осы макроэволюция процесін зерттеуде үлкен үлесін қосқан орыс ғалымдар ол Александр Иванович Северцев және Иван Ильич Шмальгаузен. Осы екі ғалым макроэволюцияның үш жолын анықтаған. Так, биологиялық прогресс арқылы үш жолы жүреді: ол ароморфоз, екінші атауы арогенез, идеадаптация, екінші атауы аллогенез, және дегенерация, екінші атауы катагенез. Биологиялық прогресс дегеніміз ол жаңа түрдің немесе басқа топтардың тіршілік үшін күресте жеңіп шығуы. Биологиялық прогресстің негізгі белгілері жаңағы топтағы даралардың санын көбеюі, олардың аймақтарын кеңеюі, жаңағы бір жүйелік топтан басқа топтарға ажырау, мысалы бір түрден екінші түр пайда болуы, қоршаған ортаға бейімделу, түр даралардың саны артуы, түрдің аймағын кеңеюі, жаңа тармақтар, түр, популяция, класс деген пайда болуы. Керісінше биологиялық регресс ол түрдің азаюы немесе жойылуы, олардың таралу аймағының азаю. Биологиялық регресстің себептері ол жаңағы организмдердің қоршаған ортаға бейімделмеуі, паразиттік тіршілік ету және жануарлардың мүшелердің жойылуы. Мысалы, биологиялық регресс динозаврлар, қазіргі кезде олар жоқ, жойылып кеткен, өйткені олар қоршаған ортаға бейімделе алмаған. Тағы да эволюцияның бағыттары мен айтқандай ароморфоз, биологиялық прогресс, идеадаптация және дегенерация. Ароморфоз дегеніміз ол жаңағы әртүрлі тіршілік жағдайларында пайда болып, организм күрделеніп жаңа деңгейге шығу. Идеадаптация қоршаған ортаға бейімделу процесі, бірақ құрылым деңгейі келесі сатыға өтпейді, күрделенбейді ағзалар. Дегенерация дегеніміз организмдердің отырықшы немесе паразиттік өмір сүру, соның нәтижесінде кейбір мүшелердің жойылуы. Ароморфоз, мен жаңа айтқандай, организмдердің күрделенуі, басқа бір мүшелер пайда болу, соның нәтижесінде жаңа систематикалық топтар, тұқымдас, туыс, класс пайда болуы. Мысалы, ароморфоздардың мысалы өсімдіктердің спораларымен көбеюінің орнына тұқыммен көбею, гүлдің дамуы,
судан өсімдіктердің құрлыққа шығуы, өсімдіктердің құрылысының күрделенуі, ал жануарларда мысалы қозғалыс, тыныс алу мүшелерінің күрделенуі, жүректің күрделенуі. Мысалы егер балықта 2 камералы жүрек болса, онда космекенділерде 3 камералы болады, бауырмен жорғалаушыларда 4 камералы болады, бірақ ортасында толық емес қабықша болады. Және сүтқоректілерде уже 4 камералы жүрек болады. Эволюцияның даму бағыты бір жасушалардан және көп жасушаларға айналуы, жаңағы 2 қабатты организм 3 қабатты болуы, төмендегі сатындағы хордалардың дамуы, хорданың орнына омыртқа пайда болуы. Ароморфоздың мысалдары: бір класстан екінші класс пайда болуы, немесе өсімдіктер, балдырлар, балдырлардан псилофиттер, сосын ашық тұқымды өсімдіктер, жабық тұқымды өсімдіктер пайда болуы. Келесі биологиялық прогрестің бағыты ол идеадаптация. Идеадаптация дегеніміз организмдердің тіршілік ету барысында ортаға бейімделуі, ұсақ бір мүшелер пайда болуы. Мысалы, жолақты кенгуру денесінде әртүрлі жолақтар пайда болуы, жаңағы қоршаған ортаға бейімделу. Мысалы, тағы да семсер тырнақты колибри тұмсығы өте жұқа, жаңағы гүлдің ішінен гүлмен тамақтану үшін, тозаңнан тамақтану үшін. Бүркіт тырнақты колибри, онда тұмсығы өзгеріп, жаңағы тамақтану ыңғайлы болу үшін. Ол кішкентай өзгерістер, бірақ ол жаңа туысқа, тұқымдасқа немесе классқа әкелмейді. Тек қана бейімделу үшін процесс. Келесі үшінші эволюцияның бағыты ол дегенерация. Дегенерация керісінше жаңағы құрылым деңгейін төмендеп биологиялық регресске әкелетін прогресс. Мысалы, көртышқан ол қара үңгірде тұрғасын, жердің астында тұрғасын, оның көру мүшесі жойылып кеткен. Европалық протей, онда кейбір мүшелері жойылып кеткен. Аскаридалар, ол адам ағзасына болатын құрттар, онда да ас қорыту жүйесі болмайды, өйткені ол адамның қорытылған тамақпен қоректенеді. Сондықтан кейбір мүшелері жойылып кеткен. Так. Міне мұнда мысалдар көрініп тұр. Жаңағы паразиттік өмір сүретін ағзаларда көбінесе дегенерация болып жүреді. Дегенерация дегеніміз ол керісінше кері қайту деген ұғымды білдіреді. Регресс, биологиялық регрессті білдіреді. Осымен біздің жаңа тақырыбымыз аяқталды. Қосымша мен сендерге сайтқа лекцияны жіберемін. Соны оқып, немесе видеоны қарап жазуға болады. Және қосымша мен сендерге үй жұмысына мынандай тапсырмалар беремін. Біріншіден, Вен диаграммасын толтыру, биологиялық прогресс пен биологиялық регрессті салыстыру. Сосын келесі, екінші кесте ол эволюция негізгі жолдарын жазу. Бірінші ароморфоз, екінші идеадаптация, үшінші дегенерация. Сипаттама беру және мысалдар келтіру. Және келесі сурет бойынша эволюцияның жолдарын анықтау. Қайсыған жатады? Ароморфоз ба, дегенерация ма, идеадаптация ма, биологиялық прогресс па, биологиялық регресс па. Және соңғы тапсырма, ең дегенім сол қызықты жағдайларды анықтауды. Ең алып құс, ең тез өсетін өсімдік, ең баяу қозғалатын омыртқалы жануар, ең үлкен өсімдіктер класы, ең ірі тұяқты жануар, ең тереңде өсетін балдырлар тобы, ең сасық иісті сүтқоректі, ең жүйрік аң. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.